Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы тез, нәзік пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирогтың жасалуы көп уақыт алмайды және миксерді де қажет етпейді. Барлық қоспалар бөлме температурасында болуы керек. Бізге бір банка, яғни 380 грамм сгущенка қажет және 4 жұмыртқаны қосамыз. Духовканы алдын ала 170 градусқа қыздырып қойыңыздар. Арт артынан керек заттарды қосамыз. Ерітілген сары майды қосамыз. Осы массамызды жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Массамыз араласты, енді үстінен шым-шым тұз және ұнымызды, бір шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, венчикпен бірыңғай масса болғанша араластырамыз. Менде форманың диаметрі 22 сантиметр, 170 градуста 40 минут пісіреміз. Пирог дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Дайындалуы өте қарапайым және қолжетімді заттармен. Астарыңыз дәмді болсын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.